ер адамға қарағанда әйел адамның энергетикасы мықты болады. Ал ер адамдікі ол физикалық тұрғыда мықты болады, күш қуат көп болады әйел адамға қарағанда. Әйел адам энергиясы жоғары жаққа көтеріліп, бақытты сезініп, бақытты болып, пайдалы, позитивті заттарды ойлап жүрсе, бақытты сезінсе, өзін комфортта, жайлы сезінсе, ол кезде үйіне да береке болады, жұмысына да береке болады. Күйеуді жоғары жаққа қарай өседі. Айтады ғой, мықты еркектің артында мықты әйелі бар деп ше. Сол үшін әйел адамның жағдайы жақсы болу керек. Әйел адамға сыйлық жасау керек. Көп рейстарда қараймын, айтады, оқытушы мықты нәрселерге, жетістіктерге жеткен адамдар айтады, әйеліңе сыйлық жаса, әйеліңе көңіл бөл, әйеліңе махаббат бер деп ше. Өйткені әйел адамның энергетикалық тұрғыда сондай жетістікке жету бәрі сол энергиясы, аурасы тартып тұрады. Егер әйел адам бақытты болып тұрса.